Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді болып шығатын шүберекелер дайындайтын боламыз. Бізге електен өткізілген ұн қажет болады және де жарты кесе сұйық май. Өстіп сұйық майымызды бірінші құямыз да үстінен қайнап тұрған ыстық суға тұзын салып, сол ыстық кипяток суымызбен нан илейтін боламыз. Суымыз өте ыстық болғандықтан біз бірінші қасықпен араластырып аламыз. Қазір кішкене суымыз суығандықтан онымен араласқаннан кейін қолмен илесек болады. Өте жұмсақ, сондай әдемі тесто дайын болады бізде. Міне енді илегеннен кейін тындырып қойып қоятын боламыз 15-20 минутқа. Салмасына ет және де бір дана пияз қажет. Мен пиязды блендерден өткіздім. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қостым. Жақсылап араластырып аламыз салмамызды. Міне біздің қамырымыз дайын болды. 15 минуттай тұрды. Енді осылай ұзынша етіп жасап аламыз да, қазір бөлшектерге бөлетін боламыз. Мен үлкен-үлкен қылып жасайтын боламын. Егер де сіздер қонақ күтуге, дастарханға, самсаның қасына салуға жасайтын болсаңыздар, өте кішкентай майда қылып жасасаңыздар, әдемі болып шығады. Ал мен өзімізге үйге жасағандықтан үлкен-үлкен қылып жасап жатырмын. Міне осылай бөлшектерге бөліп аламыз да, жаюға ыңғайлап осылай дөңгелетіп шығамыз барлығын. Міне барлығын дайындап алдық, кеуіп кетпесін деп осылай салфанға салып, шетінен алып жайып отыратын боламыз. Өте жұқа қылып жаямын мен. Шүберекті өте жұқа жайсаңыздар, сондай дәмді болып шығады. Өте жұқа қылып жайып аламыз. Және де салмасын да қалың қылмай, өте жұқа қылып салатын боламыз ішіне. Осылай екіге бүктеп, жан-жағын біріне біріктіріп, осылай басып шығамыз. Содан кейін, егер сіздерде әсемдеп, ерелек қылып кесетін пышақтарыңыз болса, соны пайдалансаңыздар болады. Менде болмағандықтан, мен вилканың көмегімен жан-жағын әдемілеп басып шығатын боламын. Міне осылай. Бізде біреусі дайын болды. Енді қалғандарын да дәл осылай қайталап жасайтын боламын. Салмасын тағы да қайталап айтамын. Өте жұқа қылып салыңыздар, қатты көп қылып салып жібермеңіздер. Осылай шет-шетін басып, бір-біріне біріктіріп шығамыз. Одан кейін жан-жағын вилкамен басып, сәндеп шығатын боламыз. Міне бізде барлығы дайын болды. Осылай шетінен барлығын дайындап, бетін орамалмен міндетті түрде жауып қойыңыздар. Жаппасаңыздар, беті кеуіп кететін болады. Міне табамызға майды құйып қыздырамыз да. Міне мен біріншісін салдым. Осылай барлығын шетінен орташа отта пісіріп алатын боламыз. Өте қатты емес, орташа отта пісіреміз. Өйткені астын қатты қылсаңыздар, тез пісіп қояды да, ішіндегі еттеріңіз піспей қалуы мүмкін. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, пікір қалдырып, менің видеоларым ұнап жатса, өздеріңіздің достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп отырсаңыздар болады.
міне өте әдемі болып пісіп жатыр. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Қатты қызартпай алғанды жөн көремін өзім. Міне біздің өте дәмді чебурекилеріміз дайын болды. Сау болыңыздар.